Primi персонажын не үшін алып тастады? Бұрында Free Fire аккаунт ашқанда ойын Primi мен Унаны өзі-ақ беретін. Ал қазір аккаунт ашқанда олардың орнына Эндрю тұр. Ал Уна мен Примиді новичоктар қолданып та көрмеген шығар. Не үшін Гарена бұлай жасады? Бұл туралы айтпасымнан бұрын сен маған тіркеліп, видеоға лайкыңды басып өтші. Әрбір лайк және жазылушы мен үшін маңызды. Гарена не үшін бұл екі персонажды жоқ қылып жібергеніне қызығып көп жерде ақтардым. Және соңында жасанды интеллект ChatGPT боттан сұрап көру ойыма келді. Еш болмағанда ол бізден ақылды және көп нәрсені біледі ғой. Оның ойынша Primi мен Унаның навиктары болмағаны үшін олар ойыншыларға пайдасыз. Ал оның орнына Эндрю персонажы Primi мен Унаға қарағанда неғұрлым тиімді болады екен. Соның үшін Эндрюді бастапқы кейіпкер ретінде таңдаған болуы мүмкіндігін, ал нақты себебін ойын разработчиктері білуін айтты. Достар, бұл жай ғана ChatGPT-дің ойы, десек те логичный ойласақ ақиқатқа жақын. Ал мен одан сайын ChatGPT-ді езіп сұрадым, іздестір деп бұйырдым десем де болады. Primi мен Унаның алып тастауы туралы Free Fire'дың ресми парақшаларынан ақпарат тауып беруін сұрадым. Мәкесі қатты кетіп барасыз, мәке, жотам. Бірақ та ол іздеп бұл туралы ресми парақшаларда айтылмағандығын білдірді. Не болса да бұл екі персонаж ұлттар үшін қадірлі. Бір жақсысы, бұрында ашылған аккаунттарда бұл екі персонаж әлі тұр. Осы видеода менің айтқандарымнан кейін комментке жазып кетпеңдер, не болды сонша бұл пайдасыз персонаж қымбатты нәрседей қылып айттың ғой деп. Бұл жай ғана видео және біреулерге қызық болуы мүмкін деп ойладым. Видео ұнаған болса тегін лайкыңды басып маған тіркел. 40 000 жазылушыға кішкене қалды. Барлықтарыңа рахмет.